Тәубе етсеңіз, Аллах Тағала қуанады. Тәубе етсеңіз, күнәларды тастасаңыз, намазды бастасаңыз, Аллах Тағала қуанады. Қандай бір күнәдан тәубе етсе адам, Аллах Тағала қуанады. Пайғамбарымыз айтқан хадис бар: «Лиллахи ашадду фарахан битаубати ахадикум». Сендердің біреулеріңнің күнәдан тәубе еткеніне Аллах Тағала дейді, сендердің біреулерің жоғалтқан нәрсесін тапқаннан да артық қуанады дейді. Бұл хадистің басқа риуаятында пайғамбарымыз мысал келтіреді. Бір адам ашық бір сахара шөлге шықса түйесіменен, сол түйесінің үстінде сусындары, тағамдары болса, содан бір ағаштың түбінде көлеңкесіне демалайын деп ұйықтаса, содан түйесін таба алмай жоғалтып алса, түйесі жоқ, ұйқыдан тұрса, кейін оны іздеп үміті үзіліп, енді өлімнен басқа еш нәрсені күтпейді ол адам. Сахара шөл болса өзі, күн ыстық болса, содан баяғы жатқан жеріне келіп қайтадан жатып ұйықтап, кейін тұрса, түйесі тұрған екен, қайтып келген екен түйесі. Одан түйесінің жүгенінен ұстап тұрып қатты қуанғанынан Аллах Тағалаға шүкіршілік білдіріп, қателесіп кетіп: «Я Алла, сен менің құлымсың, мен сенің Раббыңмын» деп айтып, негізі сен менің Раббымсың, мен сенің құлыңмын деп айту керек еді ғой. Бірақ қатты қуанғаннан қателесіп кетіп, осылай айтқан адамнан да қатты қуанады. Осы адамның қуанышы қандай болады? Өлімнен құтылған кезде. Сол адамнан да қатты қуанады Аллах Тағала деп айтқан. Сол үшін намаз бастасаң, хиджабыңды кисең, күнәларды қойсаң, арақ ішуді, зина жасауды, Аллах Тағаланың дінін ұстап, Аллахтан кешірім сұрап, күнәларды қоятын болсаң, Аллах Тағала қуанады. Сол үшін Аллах Тағаланы қуантайық, күнәлерімізден тәубе етейік, хиджабты киейік, намазды бастайық, ширктен тәубе етейік, балгерлерге, гадалкаларға баруды қояйық, ол да үлкен ауыр күнәнің бірі. Аруаққа сыйынуды қояйық, мола аралауды, мешітке барып Аллахқа сыйыну керек, аруаққа сыйынбау керек, ол ширк үлкен күнә. Проценттен тәубе етейік, өсек ғайбаттан тәубе етейік, өмірімізді құр бос өткізуден тәубе етейік, өмірімізді Аллахқа құлшылық қылумен өткізейік. Сонда Аллах Тағала бізді қуанады, қатты қуанады. Аллах Тағаланы қуантайық. Қуантыңыздар Аллах Тағаланы, тәубе етіңіздер, өміріңізді жаңа парақтан бастаңыздар.